Арыстан, біздің местіміз бір аз сатып алдық. Мына жерде ешқандай орын жоқ, тағы 15 мың төледік. Затымыз ана жақты ала алмаймыз. Неге сендер проводницалар неге жұмыс жасамайсың? Қой, затымыз әкелуге көмектесіңші. Адамдар тоқтатып тұрып алып беру керексің ғой. Мен мына кісілердің бәрін пропускать ету керек па? Сонда Флай Арыстан, неужели халыққа жағдай жасамайсыздар, сендер ақшаны алдыңдар ғой. Біздің қызмет көрсету сапасы жоғары болу керек қой, заттың орны жоқ. Месті тұру керек қой, неге басқада қоямады менің орныма? Неге қояды басқада? Қалай арады? Вообще. Мен өз құқымды қорғауға құқым бар ма? Неге сендер жауап бермейсіздер, Флай Арыстан? Міне заты Флай Арыстан халықтың ақшасын, қалтасын тек дымын қалдырмай алғанда жақсыңдар, өз құқықтарыңды енді күшті қолда қорғайсың. Біздің құқымызды кім қорғайды? Сұрақ сіздерге Флай Арыстанның қызметкерлері. Мысалы, мана мен бір А деген орныңызды біз сатып алдық адам сияқты. 2 келі артық кетті деп 12 мың тағы алдың, жақсы. Енді мінсек бір Аның зат қоятын жері жоқ. 10-шы местіге апарып қойдың. Ол 10-шы местідан енді біз қалай аламыз, мысалы, күтіп тұрмаймыз ғой. Біздің сіздердің алдарыңызда не күнәміз бар, қаншама ақша алдың ғой. Хотя ішінде жұмыс жасайтын, мысалы, скатта ішіндегі борт проводница қыздар барып алып кеп береді. Түсек адамдар тоқтата тұрады да, бізге чемодандарымызға жауап береді. Қазір ол жерде біреу мысалы ұстап кетсе, қалай табамыз? Ішіндегі затымыз жоғалып кетсе, кім жауап береді? Халықтың неге сондай енді ақша алғаннан кейін сондай халыққа бір жағдай жасап, қызметтеріңізді адалына неге жұмыс істемейсіздер? Қарғайынсым жалғыз, қарғамайынсым жалмауызды ұшып жүресіз. Арыстанның қызметкерлері, қыздары деген өте сапасыз жұмыс жасайды. Халықпен жұмыс істейсіңдер, тем более аспанда ұшып жүресіңдер, жолда жүресіңдер. Біздің қазақи тәрбиеге бұл көргенсіздік қой. Мысалы, ладно, шетелден қаншама адамдар келеді ертең. Ят қой, мына масқара болмайды ғой. Мана бір жігітке бұл дұрыс айтыпты өзі, ол бала. Көршім өлшеуді қатырып тұр енді ақша алуды. Ана бала деген сумкасы ол 5 келіге жетпейді, бірақ ана ненің үсті, ана өлшейтіннің үсті кір-кір балшық болып жатыр. Әркім дорожный сумка қойып жатыр. Не ана бала айтты, үстін сүртіңіз, сосын мен қоямын, мынандай қол сумкасы қымбат сумка шығар енді. Сөйдесе, ана қыз еңкейіп сүртпейді ғой. Ерексіп тұр, қоймасаң, онда самолеттен қаласыз, кіргізбейміз. Қазір жабылады деп. Содан мен ана қызға баланы ерексіп бір-бірімен құстыш деп мен еңкейіп маскамды шешіп алып сүртіп қойғыздым. Сонда ана қыз сүртпейді, масқара қақшиып тұр. Ол қалай сонда қызметкерсіздер ғой, сіздер олай халықты үйтуге де болмайды ғой. Әр нәрсенің де шарасын